1998 жыл. Қазақстандағы өте ірі америкалық бір компанияның топ менеджері жүрек талмасымен құлап, ауруханаға жеткізілді. Жоғары жақта дипломаттар дүрлігіп, елшілік араласып, науқастың жағдайын министрдің өзі қадағалауға алады. Басты мақсат науқасты аман-есен Израильге жеткізу. Сол жақта оның жүрегіне операция жасалуы керек болатын. Алайда дәрігер-хирург Нұртас Қазыбаев науқастың денсаулығымен танысып шығып, оны шетелге апаруға болмайтынын айтты. Мұндай күйде оны еш жерге жеткізе алмайсыздар. Жағдайы өте ауыр. Жол көтере алмайды, ұшақта көз жұмады, деді. Не істеу керек? Шұғыл түрде тап қазір операция бастау керек. Оны кім жасайды? Мен жасаймын. Америкалықтар үшін орталық Азия елдерінің имиджі қандай екені белгілі. Олар атауы станмен келетін мемлекеттердің бәрін керуеннің соңында келе жатқан қауым деп санайды. Бұларда медицина жоқ және болуы да мүмкін емес, деген пікір үстемдік құрып тұрған кез. Оның үстіне оқиға 90-шы жылдардың соңында өтіп жатыр. Қазақстандағы экономикалық жағдай расында мәз емес. 90-шы жылдардағы дағдарыстың екпіні енді ғана тарай бастаған. ақш өкілдері қапелімде не істерін білмей абдырап қалады. Көзі отты, сөзі нық маманның кесімді сөзін аяқ асты қылуға батылы жетпеді. Ақыры амалсыз Нұртастың айтқанына көніп, операцияға келісім береді. 5-6 сағатқа созылған операция сәтті аяқталды. Ажал қармағын салып үлгерген шетелдік науқас көп ұзамай сауығып, аяққа тұрып кетті. Бірақ оның қазақ медицинасына деген күмәні әлі де тарқамаған еді. Еліне оралған соң, ақштағы ең беделді ауруханалардың біріне барып, жүрегін томографиядан өткізеді. Шетелдік хирургтар операцияның Қазақстанда жасалғанын естіп қатты таңғалған екен. Дұрыс шешім қабылдаған екенсіздер. Израильге тірі жете алмауыңыз мүмкін еді. Жеткен күннің өзінде ол жақта сізге жасалатын операцияның нәтижесі дәл мұндай деңгейде шығу-шықпауы белгісіз. Миллиметрлік дәлдікпен кесіліп, шебер тігілген. Әлемде мұндай сапада операция жасайтын хирургтер саусақпен санарлық, деп жауап береді. Мұны естіген топ менеджер Қазақстанмен қайта байланысып, Нұртас Қазыбаевты тауып беруді сұрайды. Алғыс ретінде оның жеке шотына 250 мың ақш доллары көлемінде қаржы аудармақ екен. 90-шы жылдардың дағдарысы аяқтала қоймаған кезең үшін бұл ақылға сыймайтын сома. Бірақ Нұртас жалақым өзіме жетеді деп, ол ақшаны алудан бас тартады. Америкалық топ менеджер қайта-қайта ұсынып, шын ниетпен бергісі келіп тұрғанын жеткізеді. Анық бергіңіз келеді ғой? Иә, ендеше келістім. Біздің емханаға 1-2 қымбат аппарат жетпей тұр. Соны алып бере аласыз ба? Дейді. Америкалық бизнесмен мұндай ұсынысқа тағы да таңғалып, шешімін өзгертіп қалар деп сәл күтеді. Ақыры келіседі. Сөйтіп, Қазақстанда алғаш рет лапароскопиялық ота жасайтын аппарат пайда болды. Сол аппарат Алматыдағы орталық клиникалық ауруханаға жеткізілген күні Нұртастың қуанышы қойнына сыймай дәлізде өлең айтып жүрді, дейді қасындағы әріптестері. Осы бір ауыз ғана естеліктің өзі Нұртас Қазыбаевтың қандай маман, қандай адам болғанынан хабар береді. Алайда, мұндай мамандардың қалай қалыптасып шығатынын баяндау бүтіндей бір кітапқа арқау болғалы тұр. Жалғасын Отбасы хрестоматиясы қоғамдық қоры ұсынған «Мамандықтың мәні» атты кітаптан оқи аласыздар.